Армысыздар ән сүйер қауым, ұлтымыздың көптен күткен әсем әндері, күмбірлеген күй мен жыр жауһарларынан сусындап төл өнерімізден рухани нәр алу үшін күн көзі радиосында ән маржаны бағдарламасын назарларыңызға ұсынамыз. Қазақтың күй мен дәстүрлі ән, жырлары біздің асыл мұрамыз, құнды жәдігерлеріміз. Негізі ұлтымыздың бүкіл тыныс-тіршілігі өнермен өрнектелген, ғасырдан ғасырға асыл мұра болып жеткен дәстүрлі әндеріміз ата-баба салтына адалдықтың айқын көрінісі десек те болады. Себебі қазақ әндерін, өнерін дамытуда Абайдан бастап Жаяу Мұса, Ақан Сері, Мұхит, Нартай, Кенен мен Әсет, Естайлардың есті әндері шоқтығы биік туындылар, тарихи танымдық қазына болып қала бермек. Әрине басқа да дүлдеріміз көп, олардың әндері орындау шеберліктерімен алдағы уақытта тыңдап танысамыз, ал біздің басты мақсатымыз бүгінгі ұрпақты баға жетпес мол музыкалық мұрамызбен сусындатып, ұлттық өнердегі ұрпақ сабақтастығын жалғастыруға үлес қосу. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй деп Абай атамыз өлеңіне арқау еткен әсем ән мен тәтті күйдің құдіреті талай жанның жүрегін тербеп, рухани азық болғаны рас. Талай ғасырдың сүзгісінен өтіп, қаймағы бұзылмай, бүгінге жеткен дәстүрлі ән күйдің тарихы тереңнен тамыр тартады. Ал қазір ән маржандарына кезек беріп, сіздерге теңдесі жоқ өнер туындыларын тыңдатуға асықпыз. Алғашқы ән Жүсіпбек Елебековтың орындауында Ақан Серінің әні Құлагер. Жүсіпбек Елебеков әнші, Қазақстанның халық әртісі, Қарағанды облысында туып, өнер жолын Семей өңірінде бастаған тұлға. Халық арасында Әміренің ізін жалғаған талант деген аты бар, себебі ән айту таланты ерекше дарын иесі болған. Орындау ерекшелігінің арқасында халық әндерінің көбісі қазақ ауыз әдебиетінің классикасына айналған. Ендеше әнге кезек берейік. Жел болса қамыс басына майнау деймін ат қостым, ат айдаушың айда деймін. Алдыңа барам болмай қылаң болды, жығылмаса қолдар. Қайда деймін ай Бүрбай, ай Бүрбай, айдай, беу айдай. Орбо деу қалушы едің ау, шаққан жерің шақланды, тұрушы еді-ау қосқан едім. Атығай қара бұлғаға ол жасалған бота тірсек қалсаң, сандал кермай Бүрбай, ай Бүрбай, айдай, беу айдай. Шыныңмен өлгенің баяу,
салбырар саптаяқтай төменгердің баспабас қызға бермес ау жануарым мың зардамай басылмас менің шермай бүрбай айдай беуәри айдай көрермендер, алғашқы әнімізді өздеріңізбен бірге тыңдадық. Келесі ән Жылгелдінің әні Құнан Нар орындайтын қазақтың дәстүрлі әншісі, домбырашы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Айгүл Қосанова. Әдемі әнді бірге тыңдайық. Керемет ән, керемет көңіл күй, керемет әндерлегін жалғастырамыз. Білетін болсаңыздар, қосылып шырқаңыздар, құрметті тыңдарман. Аты аңызға айналған Ғарифолла Құрманғалиевтің орындауында халық әні Япырай.
толқындай япырай алыс шет елдің елеп алтын бау ақ көбіктің өпетін жабар япырай маржаны тамарау есімі ағыркымды алған кезде ақмаржан жылт-жылт ету япырай жерге отамау Керемет, құрметті көрермендер, келесі тыңдайтын әндеріңіз халық әні Елік ай. Орындайтын қазақтың өнер бағының бұлбұлы. Қазақ опера өнерінің негізін салушылардың бірі даңқты әнші Күләш Байсейітова. Бірге тыңдайық. Қандай керемет ән, жалпы қызық емес пе? Көзіңе көрінбейтін, қолға ұстауға келмейтін ән мен өлең ғасырлар бойы ел ойында қордалана беріпті.
оята беріпті, сергіте беріпті деп Ғабит Мүсірепов айтпақшы. Ән құдіреті деген жалпы рас. Сіздерді керемет әсерге бөлеп жатырмыз деп ойлаймын. Ендеше жалғастырамыз. Халық әні Дәурен-ай орындайтын Рамазан Стамғазиев. Жалқайдаймын көшкенде күррең менен алма мойын арғымақ шіркін-ай Дәурен-ай дөнен менен айдай. Осы тұрған туыстар барлығыңа айтар сөзім мінеки шіркін-ай Дәурен-ай өлең менен айдай. Шіркін-ай Дәурен-ай өлең менен айдай. Алдындау ән салу қандай қиын жүрген жері әншінің шіркін-ай Дәурен-ай думан жиын айдай. Сары майдай сақтаған сәнімді осындайдау айтпасам шіркін-ай Дәурен-ай неге керек айдай. Шіркін-ай Дәурен-ай неге керек айдай. Шіркін-ай Дәурен-ай неге керек айдай. Қазақтың дәстүрлі әнін насихаттап, өнермен халықты тәнті етіп жүрген әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Еркін Шүкімановтың орындауында Біржан Салдың әні Адасқақ. Бірге тыңдайық. Қалқажан ағайын ғой, жайды білір жақсының баласы едім дәм тұз ойлап кеп қалдым маңайың ғой. Бал шекердей татиды айтқаны сөзің көзілдірік енді көзілдірік көкденеңге жарасар өмілдірік атарылтып алыстан келгенімде
ғана емес, сәнімен де сахнаның көркін кіргізген Қазақстанның халық артисі Жамал Омарованың шығармашылығы әр қазақтың жүрегінде. Жамал апамыздың қазақтың радио тарихында қалдырған мұрасы мен сіңірген еңбегі зор. Кезінде Шәмші Қалдаяқов пен Жұмекен Нәжімеденовтің «Менің Қазақстаным» әнін алғашқылардың бірі болып, яғни біздің әнұранымызды радиоға алғаш жаздырған да осы Жамал Омарова. Ал қазір ән падишасының орындауында халық әні «Ақ дариға». Бірге тыңдайық. Қолыма да бір қамшым бар, ақау бүлдірге бай, айтайын мен бір сөз бай, күлдірге лайық бай. Ақ дариға күлдірге лайық бай. Орныңнан алып отырған, ақау бермен отырай. Қолымда қармағым жоқ, үлдірге лайық бай. Ақ дариға үлдірге лайық бай. Қолымда бір қамшым бар, ақау бунақтаған ай. Бәйгеден екі ат келеді ойнақтаған ақ бай. Ақ дариға ойнақтаған ақ бай. Жүрмесіне сен аман, ақау қырқа пайымай. Көзіңнен айналайын жайнақтаған ақ бай. Ақ дариға жайнақтаған ақ бай. Ақ дариға әнін тыңдадық. Енді келесі әуезді ән қазақтың маңдайына біткен тума талант. Қазақтың дәстүрлі ән өнерін кеңінен насихаттаушы әнші, Қазақстанның халық артисі профессор Қайрат Байбосынов ағамыздың орындауында Жаяу Мұсаның әні «Қоңыр». Өлгенімен теңей үйіңе құрбың келіп ай, қораттансаң ей, не керек, не керек, бұл дүниеде дай үміттенгеннен. Жігіткей ашу жаман-ай, ләтсай жауың ей, алдыңда ақылы деген
асқар тауың ай көңіліңе бір зәреді төс сабық айғың ей жаныңнан біл алмайсың ауру сауын не Десятый, да? Қандай керемет дауыс. Бүгін әннен маржан шашылар күн қазақ өнерінің әр саласында өзіндік ән саласында ізін қалдыра білген, жалпы сахна мен кинода өзіндік бейнесін қалыптастырған ғажайып өнер иесі Ғарифолла Құрманғалиевтің әні «Мақтан етем» орындайтын қазақстандық дәстүрлі ән өнерін насихаттаушы белгілі әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сәуле Жанпейісова. Бірге тыңдайық. Жанымда жаны ашыр туыстар
Бүгін тарихқа тұнып тұрған әндер тыңдап, ел арасында кездесе бермейтін ән маржандарын сіздерге арнап теріп ұсындық. Рухани ләззат алдыңыздар деп ойлаймын, құрметті тыңдарман. Қазақ қашанда ән күйге жақын талантты дарындарға кенде емес. Бұлақ көрсең көзін аш демекші, сол дарындардың арасынан мықты күйші әншілердің өнерін дәріптеуге дайынбыз. Біз қос шекті аспап пен дәстүрлі әншілік өнердің құдіретін, ұлттық өнерімізді түсінетін өнегелі ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Сондықтан өнерпаздарды елдің ішінен де іздеп көрдік. Бүгін біздің эфирге Бурабай өңірінен Гүлнұр есімді талантты әнші келіп отыр. Гүлнұр, келіңіз, қош келдіңіз біздің студиямызға. Көргенімізге өте қуаныштымыз. Өзіңіз туралы қысқаша айтып өтсеңіз, ұстаздарыңыз кім, жалпы өзіңіздің туып өскен жеріңіз. Көп рахмет. Туған жерім Қызылорда облысы Шиелі ауданы, Қарғалы елді мекенінде дүниеге келгенмін. Одан кейін сол жерде білім алып, Инаят деген тамаша мұғалімнің шәкіртімін. Ол кісі тамаша атақты жақсы әншілерді оқытып шығарған. Өкінбеймін, сол кісінің қолында оқығаныма, сол кісінің берген сабағының арқасында Аллаға шүкір осы керемет әнші болып жатқан жайым бар. Жақсы, үлкен рахмет сізге. Қазір біз сізден жанды дауыстағы әнді тыңдағымыз келіп тұр. Мархабат, келіп өзіңіздің көрерменге деген жаңағы сыйыңызды әнмен жеткізсеңіз. Ән туралы қысқаша айтып өтсеңіз, Гүлнұр. Бұл ән жаңа мен ұстаз туралы айтып өттім. Негізінде алғашқы менің ұстазым, негізі өзімнің әкем Аймаханұлы Сейтімхан, әуесқой композитор. Өзінің 30-ға жуық әндері бар. Сол әндерінің бірі Сағыныш деген тамаша ән бар. Сол әнді орындап бергім келіп отыр. Керемет, жанды дауыста біздің тыңдармандардың жаңағы құлағына кіріп бойларын алатын бір керемет туынды тыңдаймыз деп күтіп тұрмыз. Жақсы. Жақындашы
үлкен рахмет сізге, өнеріңіз өрге жүзе берсін. Сізге де рахмет көп. Расында да біздің қазақтың даласы өнерлі сондай тума талант дарындарға толы. Өнеріңіз әрі қарай дами берсін, халықаралық деңгейде таныла беруіңізге тілектеспіз. Жамбыл Жабаевтың ән мен жалпы ән халық үні, оның шындығы, оның ойы мен сезімі деген әдемі сөзі бар. Ұлттық өнеріміз, құрметті көрермендер, өркендей берсін деген тілекпен сіздермен қоштасамын. Сіздермен бірге болған Күн KZ радиосы, менің авторлық бағдарламам ән маржаны. Жақсы күндерде жүздескенше, ал келесі әнді тағы да сізден сұрағым келіп тұр. Гүлнұр, әдемі әуезді әніңізбен бүгінгі біздің эфирімізді өзіңіз аяқтасаңыз. Жақсы. Рахмет сізге. Біз сізден келесі керемет туындыңызды, бұлбұл әні ғой дейме? Иә, Латиф Хамиди бұлбұл әні орындап берейін. Қабыл алыңыз. Халық әні десек те болады ғой бұлбұлды жалпы. Халықтың сүйікті әні. Құрметті көрермендер, қабыл алыңыздар. Гүлнұрдың орындауында бұлбұл әні. Айғы түн айнадай ана жоқ аспан
Гүлнұр. Талантыңыз таудан асып, қырға жете берсін, қазақ елін әлемге таныта беріңіз деген тілекпен бүгінгі эфирді аяқтаймыз. Енді шынында да жанды дауыста мұндай керемет шоқтығы биік әнді тыңдау маған керемет әсер берді. Құрметті көрермендер, сіздерге де әсерлі болды деп ойлаймын. Көңілдеріңіз көтерілді деген ниеттеміз. Қазақтың жалпы қай әнін алсақ та өзінің тарихы бар, тамыры бар. Осындай Гүлнұр сияқты біздің таланттарымызды күн көзі радиосына шығаруға әрқашанда дайынбыз. Ауылда жүрген ағайынның құлағына алтын сырға, араларыңызда керемет дарындар болса, біз оларды тануға, танытуға дайынбыз өзіміздің эфиріміз арқылы. Ән маржаны бүгінге осымен аяқтаймыз. Назарларыңызға үлкен рахмет. Күн KZ радиосының келесі эфирінде кездескенше аман сау болыңыздар. Әнімізбен өмірді керемет көркемдеп жүре берейік. Гүлнұр ханым, рахмет сізге. Сау болыңыздар.